Мен іздеп келетін боласың. Назым келіпті ғой, сөйлестің бе? Ол туралы айтпа маған. Шәне хабарласты. Хасен сені іздеп жатыр екен. Мәс, телефон қосуды ұмытып кетіп қалған. Маған ештеңе айтқан келмей ме? Не туралы? Хасен екеуің не істеп жүрсіңдер? Сен ыңғайсыздан жүретін. Біздің Гүлжігіт Қайролланың компаниясына жұмысқа тұр. Қашан? Жақында ғана. Біз Хасен екеуміз оны маңызды мағлұматтар білуге жібергенбіз. Ол бізге сейфтің құпия сөзін біліп берді. Ал мен неге бұл туралы ештеңе білмеймін? Енді сол сейфтен маңызды айғақтар шығып қалса деп үміттеніп отырмыз. Аңсар, мынау істеп жүрген дұрыс шығар. Бірақ Хасенге қаншалықты сенуге болады? Көрдің ғой, Қайролла біз ойлағаннан да жауыз адам болып шықты. Мен басқа амалым бар ма, айтшы? Енді не істемекшісің? Осы күнге шейін Қайролланың артынан аңдып жүрмін деп ойлағам, сөйтсем, керісінше екен. Айтпақшы, саған рахмет, кеше сен болмағанда тағы бірдеңені білдірер едім. Қысқасы, Хасенмен кездесуге мен де барам. Сені бұлай жіберіп қойып отыра алмайды екенмін. Жарайды, жүр. Жүр, тамаққа шақырып жатыр. Түсі бер, қазір барам.